Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін жаңғақ печеньесін дайындайтын боламыз. Орысша айтқанда орешки со сгущенкой. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып, ыдысымызға саламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін құмшекер, яғни қантымызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін щепотка тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды осы қоспамызға салып араластырып аламыз. Содан кейін 1 чай қасық разрыхлителімізді саламыз. Негізінен осы қоспаға 400 грамм ұн салуымыз қажет. Ең алдымен 200 грамм ұнымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін жартысын, яғни жарты ұнды салып, жақсылап қамырды қолымызбен илейтін боламыз. Мінеки біздің қамырымыз осындай күйде болуы қажет. Енді біз салафанға салып, оны 1 сағатқа холодильникке немесе 30 минут морозильникке салып қоямыз. Өз басым осы қамырды 30 минут морозильникке салып алдым, яғни менде уақыт тығыздау болғандықтан. Енді осы қамырымызды жарт-жартыдан бөліп, кішкентай ғана дөңгелектер жасайтын боламыз. Мінеки дөңгелектеріміз дайын. Енді орешки пісіретін біздің арнайы табамызға әр қайсысын бөліп салып 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки біздің орешкеларымыз пісіп шықты. Енді біз жан жақтарын алып, жақсылап тазартатын боламыз. Біз осының қалғандарын, яғни қалған ұнтақтарын осы қоспамыздың ішіне салатын боламыз. Мінеки жан жақтарын тазартып алдық. Енді қалған ұнтақтарын салафанға салып, сыртынан оқтаумен жақсылап езіп ұнтақ жасайтын боламыз. Міне біздің ұнтақтарымыз дайын. Енді біз орешкидің ішіне салатын қоспамыз дайындайық. Ол үшін қаймақ және вареная сгущенка екеуін салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біздің жаңағы орешкидан қалған ұнтағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Менде мына ыдыс кішкентай болып қалды, сондықтан басқа ыдысқа ауыстырып араластырдым. Енді осы жаңғақтарымыздың ішіне осы қоспамызды салып, біреуінің ішіне салып, екіншісін бетін жабамыз. Мінеки барлығын осындай қалыпта істеп шығатын боламыз. Осындай дәмді жаңғақ печеньеларымыз дайын болды. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шықты. Отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын.